Б бөлімінің келесі тапсырмасы бізде бөлшекті қысқартыңыз деген. Бұл бөлшекті қысқарту үшін біз оларды көбейткіштерге жіктеу керекпіз. Енді оңай болып тұрған бізде алымы 5а қосу 10. Бұл жерде 5-ті жақшаның сыртына шығаруға болатын түсінеміз. Жақшаның сыртына шығарып тастаймыз, сонда а қосу 2 қалады. Енді мына бөлімінде жіктеу керекпін ғой, оны қалай жіктеймін деген сұрақ туындайды. Ол квадрат үшмүше болса, оны біз көбейткіштерге жіктей аламыз. Бірінші есімізге түсіріп алайық. Мынандай бізде квадрат үшмүше болса, ax квадрат қосу bx қосу c деген, онда біз оны былай жіктейміз. А, сосын жақшаның ішінде x алынған x1 көбейтілген x алынған x2. Енді бізде қараңдаршы, мұнда өзінде де а деген бар ғой, сондықтан қазір түсінбей қалулары мүмкін. Мына жердегі а мен мына аны екеуі бір-біріне ұқсастырып. Сондықтан мен бұл жерді а демейін, қазір к деп жазайын, сендерге түсінікті болу үшін. Коэффициент деп, x квадраттың алдындағы коэффициент. Онда жіктегенде де мына жерде x квадраттың алдындағы коэффициент деп түсінеміз. Және енді осыны жіктеп көрейік, қалай болады екен. 2а квадрат плюс 13а плюс 18 кем болады, оны жіктегенде қарайды. Бізде енді x-тар емес қой, бізде алар. Мұнда x жоқ, а, я. Сондықтан менде болады а квадраттың алдындағы коэффициент ол 2. Сосын жақшаның ішінде а азайтылған а1 және а азайтылған а2. А1 мен А2 деген мынаның түбірлері, мынаны нөлге теңестіріп, кәдімгі квадрат теңдеу шешіп аламын. Ал шешейік, мынанда 2а квадрат плюс 13а плюс 18 деген. Сонда тем болады 0 деп аламын, дискриминант тем болады 169 минус 4ac. 4 көбейтілген 2 көбейтілген 18-ге. Сонда 169 минус неше шығады? 144, я? Ол тем болады 25-ке. Осыдан А1-ді табам. А1 тен минус Б плюс түбірдің астында дискриминант бөлінген 2А. Онда ол болады минус 13 қосу 5 бөлінген 4. Енді 2 көбейту А деген мынау алдындағы коэффициент ғой. Сонда шығады менде бұл жерден минус 8 бөлінген 4, ол тен минус 2-ге. А2 тен минус Б, бірақ мына жерде минус түбір астында дискриминант бөлінген 2А. Олай болса болады минус 13 минус 5 бөлінген 4 тен болады. Минус 18 бөлінген 4 тен бұл жерде минус 4,15 шығады. Онда манағы жіктегенім былай жалғасады екен. 2 жақшаның ішінде а солай қалады. Минус А1 деген міне бірінші түбірін таптым ғой. Минус 2-ге тен 2 минус плюсті береді. Келесі а азайтылған А2. Яғни азайтамын, минус 4,15-ті 2 минус плюсті береді 4,15. Олай болса, мына жерде мынаның орнына мен мына уже жүктеліп тұрған түрінде жазамын. 2 жақшада а плюс 2 және а плюс 4,15 деп. О жерде мына 2 жақша қысқарып кетеді. Қалатыны алымында 5, бөлімінде 2 көбейтілген а плюс 4,15-ке. Болды, арғарай шешеміз. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Иррационалдықтан құтылу деген не? Иррационал деген ол, енді қарапайым тілмен айтқанда, түбірден құтыл деп тұр ғой бізге. Мына жерде түбір болмасын дейді. Именно бөлімінде. Бөліміндегі мына түбірлерден құтылу үшін біз алымында, бөлімінде оның көбейтеміз түйіндесіне. Түйіндесі деген не еді? Ол дәл осы өрнек, тек ортасындағы таңбасы басқа. Олай болса, мына осылай қалады әзірге. Міне. Енді түйіндесіне көбейтеміз. Бөлімінде, алымында болмайды, тек қана біруін ғана көбейтуге. Міне, бөлімін көбейттім, онда мен алымында осы түйіндесіне көбейтем. Осы жерден мен көретінім мына қысқаша көбейту формуласына келеді.
а мен б-ның айырымы көбейтілген а мен б-ның қосындысына тең болады а квадрат минус б квадрат қой. А-ның орнында менде түбір асты 7, соның квадраты минус б-ның квадраты дегенде мен түбір асты 3-дің квадратын аламын. Алымы солай қалады өзгеріссіз. Сонда мына квадрат түбірді квадраттағанда 7 қалады. Түбірдің астын білеміз ғой, квадрат түбірді квадраттағанда мына екеуі жойылады, 7 ғана қалады. Мына жерде дәл солай. Сонда азайту 3 қалады, алымында 4, мынау түбір асты 7, қосу түбір асты 3. Тен мына 4-ті солай қалдырайық. Жақшаны да солай қалдырамыз. Бөлімінде 7 азайту 3, 4 болады ғой. Сонда 4 пен 4 қысқарады. Қалады түбір асты 7, қосылған түбір асты 3. Тапсырма болды бөліміндегі иррационалдықтан құтылу. Бөлімінде түбір болмасын. Бізде бөлімінде түбір жоқ қой, өйткені бөлімі 1-ге тең. Түбір квадрат түбір жоқ онда бөлімінде. Тапсырманы, яғни біз орындадық деген сөз. Келесі тапсырма 5 оқушыны неше тәсілмен 9 орындыққа отырғызуға болады. Бұл бізде орналастыру формуласына келеді. Орналастыру формуласы А. Неге? Менде қалам шықпай жатыр. Міне шықты. Так, А бізде формуласы n-нан m. А n-нан m деген n-нің факториалын бөлеміз n минус m-нің факториалына. Біздің жағдайымызда 9 орындық және 5 оқушы. Сонда 9-дан 5 болады. А 9-дан 5. Формула бойынша 9-ның факториалы бөлінген 9 азайту 5. Жақшаның ішінде и сыртында факториал. Тен 9-ның факториалы бөлінген 4-дің факториалына. Факториал дегеніміз не? Факториал дегеніміз бірден бастап сол санға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мысалы 9-ның факториалы деген ол білдіреді бірден бастап 9-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Сонда мен оны былай жазаламын ғой. Мына 9-ның факториалының ішінде бәрібір 4-дің факториалы бар. Өйткені 1 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 деп солай 9-ға дейін кетеді ғой. Демек 4-дің факториалы бар. Сосын жалғастырып кетем. 5 көбейту 7 көбейту 6. Ойбай, не жазып отырмын? 5 көбейту 6. Мына екі орынмен ауысу керек қой, жай тұра берсін. Көбейтілген 8 көбейтілген 9. Так, 4 бар, 5, 6, 7, 8, 9 дұрыс. И мына жерде 4-дің факториалы қалады. Сонда мына екеуі қысқарады. И қалады бізде алымында мына 5-інің көбейтіндісі. Ол 5-інің көбейтіндісі тең болады 15120-ға. Так, енді бұл егер түсініксіз болса, қалай мен орналастыруды қолданам, қай кезде орналастыруды қолданам деген сұрақ туындаса, бұны логически де шығаруға болады. Қараңдар, бізде 5 оқушы. 5 оқушы бар, және 9 орындық бар. Осы 9 орындыққа 5 оқушыны отырғызу керек. Міне, бізде 5 оқушы бар. Осы 5 оқушыға мынау 9 орындықты сәйкестендіру керек қой енді. Мысалы, бірінші оқушыны алатын болсақ, оған біз неше орындық ұсына аламыз. Енді 9 орындықтың кез келгеніне отыра береді, сондықтан оған вариант бар, 9 вариант. 9 орындыққа отыра алады. Келесі оқушы уже 8 орындыққа ғана отыра алады, өйткені мынау бір орындықты уже алып қойды ғой. Мына жерде бір орындық кетті, мына жерде бір орындық кетті. Келесі оқушыға 7 орындық қалады, өйткені мынау 2 оқушы отырды уже. Келесі оқушыға 6 орындық қалады. Келесі оқушыға 5 орындық қалады. 9 орындықтан уже 4-і бос емес, 5 орындық қана қалады. Сосын біз не істейміз? Оларды өзара көбейте саламыз. Міне мынау 5 көбейту 6 көбейту 7 көбейту 8 көбейту 9 деген не тұр ғой? Орналастырудан да сол шығады. Орналастыруға формуласын білмесек, былай логически ойлап, былай да шығаруға болады. Осы жерде де бәрібір 15120 деген сан шығады.